Сіздер бұған дейін баспасөз мәслихатында айтқансыздар, 7-20-25 бағдарламасы бойынша биыл 100 миллиард бөлінетін, ол көбеймейтін. Бірақ біз есептеп қарасақ, 90 сайын 25 миллиард бөлініп жатыр. Бірақ ол ақшаға қазақстандықтардың ары кетсе 300-250 адам ғана баспана алынады. Білесіз, түсінесіз бе? Бір ғана Астанадан сол бағдарламаның қамтитын мөлшері бір ғана үй. Жалпы сіз ойламайсыз, осы біз индустрия министрлігінен сұрағанбыз, ол кісі айтады, бағдарлама үшін 600 миллиард теңге керек дейді. Біз қолдаймыз, арттыру керек дейді. Сіздің позицияңыз қандай? Жалпы осы бағдарлама бойынша арттыру керек пе, жоқ әлде міндетті тоқтатып тастау керек пе? Жоқ, жарайды, ортаға айтайын. Мен өткенде айтып өткендей, бағдарлама 7-20-25 деген 2018 жылдың жазында басталды. Ол кезде базалық мөлшерлеме 9,25%. Ол кезде 7% белгіледі, 1 триллионға дейін ақша бөлінді. 870 миллиард теңгесі игерілді. Игеріліп бітті, биыл біту керек еді. Мемлекет басшысының тапсырмасымен ол бағдарламаны ары қарай жалғастырып жатырмыз, жылына 100 миллиард теңге. Өте аз ғой. Сіздерден егер мен күрделі қылмай жайлап айтып беретін болсам, жақсы. Экономикада ақшаның айналымы бар, сол айналымның үкімет бір мүшесі. Ол жаңағы